Кеуде бүкпесінің үшкірін қалай түйіп байламай және бекітпесіз жасауын тігіншілердің белгілі лайфхак әдісімен қолданамын. Бір жола шебер сынып жасап көрсетіп жіберем. Міне жіпті орауыш қалпақтың ойығынан өткізіп жіберем. Сосын бұрамасын сәл босату керек. Бұл жіптің көрнеусіз еркін шығуы үшін қажет. Енді қалпақты ұясына қондырып, жібін жоғарға шығарып аламыз. Одан кейін осы жіпті инеге артқы жағынан өткіземін. Бұл маңызды, өйткені жіп шиеленіп, инесі тікпей қалады. Сол үшін артқы жағынан өткізуге керек. Ары қарай жіпті осылай тігін машинаның жолдарымен өткіземін. Жіптің шеті осылай бос қалады. Ал енді кеуде бүкпесін тігуге іс машинамыз дайын. Екінші жағының бүкпесін тігу үшін қайталап жіпті көрсеткендей сабақтап аламыз.